Қайырлы күн, бүгін осындай өте дәмді, оңай әрі тез дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Алдыменен қосатын қоспаларымыздың барлығын қайнатып дайындап аламыз. Және үкіштің майда жағынан қайнатып алған сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп аламыз. Міне қосатын заттарымыздың барлығын арнайы ыдыстарға үкіштен өткізіп алатын боламыз. Қосатын қоспалардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Енді алдын ала ыдысымызға осындай салафан немесе пленканы осылай жақсылап төсеп, ең бірінші теркадан өткізілген қызылшамызды дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып салып аламыз. Енді оның үстіне майонезімізді сеуіп, барлық жағына майонезімізді жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай кесенің ішіне осылай жасасаңыздар, сіздердің салаттарыңызды тәрелкеге аударған кезде өте әдемі болып, жағылмай, шашылмай әдемі көрінеді. Келесі енді қайнатылған жаңағы үкіштен өткізілген картошкамызды да дәл осылай қызылша сияқты ішіне жинаймыз және оның үстіне майонезімізді сеуіп, арасына тұз салып жіберсеңіздер де болады. Міне осылай барлығын кезекпен кезек осылай жасаймыз. Ендігі кезек қайнатылған жаңағы үкіштен өткізілген сәбізімізді де дәл осылай ішіне салып, әр салған кезде арасына майонез жағып отырамыз. Майонезді көп жақпаймыз, орташа көлемде жағып, тұз сепсеңіздер болады. Енді оның үстіне үкіштен өткізілген жұмыртқамызды саламыз. Енді жұмыртқаның үстіне майонезімізді салып, осылай реттілікпен жасап шығамыз. Және ең соңғы қабатына осындай селедка немесе тұздалған балық кез келген дүкендерде сатылады. Оны да осылай майдалап турап, ең соңғы қабатына қойып шығамыз. Және оның үстіне көріп тұрғандарыңыздай майонезімізді де жағып шығамыз. Міне сонымен біздің салатымыз дайын болды. Енді арнайы тарелкамызға осылай төңкеріп, кесемізді аударып аламыз және жаңағы қойған пленкамызды жайлап осылай алып тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, жан-жағына жағылмай әдемі болып түседі. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді оның бетіне қалауларыңызша жұмыртқаны немесе майонезді әсемдеп сепсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді әрі оңай, тез дайын болады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер.